Күнәдән сақтану. Пендені күнәдән сақтаған ең негізгі нәрсе Алладан қорқу. Алланың жазасынан, азабынан сақтану. Алла тағала былай деген: «Уа мүміндер, Алла елшісінің өздеріңді шақырғанын, һәм сендер үшін дұға еткенін, бір-біріңді шақырғанмен, һәм бір-бірің үшін дұға еткенмен тең көрмеңдер. Оны бір-біріңді шақырғандай шақырмаңдар, оған бір-біріңе үн қатқандай үн қатпаңдар. Араларыңнан бірін-бірі қалқалап, пайғамбар құзырынан ұрланып шығып кететіндерді Алла әлбетте біледі. Олай болса, Алла елшісінің бұйрығына қайшы келгендер бастарына берекелерін кетіретін бір бәленің немесе жан төзгісіз ауыр азаптың келуінен қорқсын». Уахаб ибн Уарт айтады: Иса алейхиссалам: «Пейішті сүю және тозақтан қорқу бәлелерге шыдауға мүмкіншілік береді, пендені бұл дүниенің орынсыз құмарынан және жамандықтарынан аулақтатады» деп айтты. Хасан Басридің риуаят еткені бойынша, сендерден бұрын өткендердің арасында күнәні өте үлкен көргендіктен шағыл тастай көп алтынын садақа қылса да құтыла алмай қалудан қорыққандар бар болды деп айтылды. Бәкир ибн Абдулла әл-Музини: «Қуана-қуана күнә жасаған кісі жылап еңіреп тозаққа кіреді» деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Пенде Алланың азабы туралы толық білсе, тозақтан қорқу сезімі еш көңілінен шықпас еді» деген. Бухари мен Муслимнің риуаяты бойынша, алдымен ең жақын туыстарыңа ескерт деген мағынадағы аят түскенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам орнынан тұрып, Құрайш руына: «Уа Құрайштықтар, өздеріңді Алладан сатып алыңдар, мен сендерді Алланың ешбір үкімінен құтқара алмаймын. Уа Абдуманаф ұлдары, сендерді Алланың ешбір үкімінен арашалап қала алмаймын. Уа Расулалланың көкесі Аббас, сені Алланың ешбір үкімінен құтқара алмаймын. Уа Расулалланың нағашы әпкесі Сафия, сені Алланың ешбір үкімінен сақтап қала алмаймын. Уа Мұхаммедтің қызы Фатима, менен қалаған мал-мүлік сұра, бірақ сені Алланың ешбір үкімінен арашалай алмаймын» деді. Алла жолында зекет, садақа бергенде және басқа да игі істер істегенде өздерінің Раббыларына қайтар жолда екенін шын сезініп, Раббымызға лайықты құл бола алдық па, оны разы ете алдық па деп қатты қобалжып, жүректері дүрсіл қағатындар. Міне осынау ізгі жандар жақсылықта, қайырлы істерде дамыл таппай шарқ ұрып жүреді. Жақсылық жасауда бір-бірімен жарысады деген мағынадағы аят түскенде, Әзірет Айша пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам аятта зина жасаған, ұрлаған, шарап ішкен және сонымен бірге Алладан қорқатын кісілер туралы айтылып жатыр ма деп сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Жоқ, аятта намаз оқыған, ораза ұстаған, садақа берген және оған қарамай жасаған жақсы істері қабыл болды ма, болмады ма деп Алладан қорқатын кісілер туралы айтылып жатыр» деп жауап берген. Абу Хурайра радиаллаху анху риуаят еткен бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Қиямет күні сол үшеуінен басқа барлық көздер жылайды. Олар: Алла арам қылған нәрсеге қарамаған көз, Алла жолында күзетте тұрып таң атырған көз, Алладан қорқып шыбынның басындай жас ағызған көз» деп айтқан. Ибн Симак өзін өзі: «Тақуадай сөйлейсің, бірақ мүнафиқтай жүресің, содан соң пейішке кіргің келеді. Қайдағы пейіш? Пейіш басқалар үшін, олардың істері біз қалаған істердей емес» деп жегідей жейтін. Суфиян Саури айтады: «Жақфар Садықтың жанына барып: Уа Расулалланың немере інісі, маған өсиет айтыңыз» десем, ол: «Суфиян, өтірікшіде адамгершілік, қызғаншақта тыныштық, жалқауда достық болмайды, жаман мінезді кісіде кеңпейілділік болмайды» деді. Оған: «Уа Алла елшісінің немере інісі, жалғастыра беріңіз» дедім. Ол: «Суфиян, Алла арам қылған нәрселерден аулақ болсаң, ғибадат жасаған болсаң, Алла берген үлесіңе разы болсаң, шынайы мұсылман боласың. Адамдар саған не деуін қаласаң, сен де адамдарға соны айтсаң, мүмін боласың. Күнәһармен дос болма, саған жаман әдеттерін үйретпесін. Яғни пенде досының дінінде болады. Сондықтан кісі кіммен достасуына қарасын» деген хадиске сай жүруің керек. Бір іс бастардың алдында Алладан қорыққандармен кеңес деді. Мен оған: «Уа Расулалланың немере інісі, сөзіңді жалғастыр» дедім. Ол сөзін былай жалғастырды: «Суфиян, кім текке сүйенбеген асылдықты және мансапқа сүйенбеген күшке ие болуын қаласа, күнәға батпай Аллаға ғибадат жасасын». Оған тағы жалғастыра бер десем, әкем маған: «Балам, жаман жолдасы болған кісінің басы бәледен арылмайды. Жаман жерлерге кіріп шыққан кісі сынға ұшырайды. Тілін тыя алмаған пенде өкініп қалады» деген 3 нәрсені баса белгілеп айтып берді деді. Имам Әбу Фараш ибн Жаузи айтады: «Алладан қорқу
тізгінсіз нәпсіні күйдіретін от. Демек, оның ұлылығы нәпсінің қалауларын жандырып жоқ қылғанына және күнәдан алыстатып, ғибадатқа жетелегеніне сай өлшенеді. Алладан қорқу қалай ұлы қасиет болмасын. Аят пен хадистерден алған мағлұматтарымызға қарағанда, арлылық, тақуалық, Алла жолында күресу және соған ұқсаған Аллаға жақындататын істер Алладан қорқумен ғана пайда болады. Алла тағала былай деген: Раббыларынан шын именетіндер үшін тура жолға бастайтын иләхи үкімдер мен нұсқаулар және рахым бар еді. Алла оларға разы, олар да Аллаға дән риза. Міне осынау разылық мәртебесі Раббысына тиісінше тағзым етіп, одан шын именетін ізгі жандарға нәсіп болады. Раббысының құзыры дегенде, яғни Раббысының алдына баратын күнді ойлап, аза бойы қаза болатын мөмінге екі бірдей жәннат бар. Алладан қорыққандар айтылған насихаттан сабақ алады. Шынтуайтында Алладан құлдарының арасынан тек ғұламалар ғана шын именеді. Ілімнің ұлылығын білдіретін аят пен хадистер сонымен қатар Алладан қорқудың да ұлылығын білдіріп жатыр. Өйткені Алладан қорқу ілімнің жемісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: пенденің денесі Алладан қорқып тітірегенде, қураған ағаш жапырағын төккендей күнәларынан арылады деген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады: Алла тағала ұлылығымның құрметіне пендеме екі қауіпсіздікті, екі қорқынышпен бірге бермеймін. Демек, бұл дүниеде менен қорықпағандар ақыретте қорқынышқа душар болады. Бұл дүниеде менен қорыққандардың ақыретін қауіпсіз қыламын дейді. Әбу Сүлеймен Дарани: Алладан қорқу сезімі болмаған жүрек құриды деп айтады. Өйткені Алла тағала: әлде олар Алланың өздерін тосыннан жазаламайтынына сенімді болды ма? Шындығында ақыр түбі орасан зиян шегіп, сорлап қалатын қауым ғана Алла өздерін аяқ астынан жазаламайды деп сенеді деген. Алланы сүю және нәпсіні тыю. Суфиян Саури радиаллаху анху: Алланы сүю Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалам еру деген. Басқа бір көзқарас бойынша әрдайым Алланы зікір қылу деп айтылады. Тағы біреулердің айтуынша сүйіктіні басқа нәрселерден артық көру, немесе тағы бір анықтамасы бойынша бұл дүниеде қалуды жақсы көрмеу деп түсіндіріледі. Жунайд Бағдади былай деген: басқа нәрселерге көңілденген пендеге Алла өзінің сүйіспеншілігін арам қылады. Басқа нәрсеге бағытталған сүю ол нәрсенің жоқ болуымен бірге аяқталады. Зиннун Мисри: Алланы сүйгендей көрінгендерге айтып қой, Алладан басқаға бас емесін деген. Риуаятқа қарағанда Ибн Сәләмнің отын көтеріп бара жатқанын көргендер: Уа Абу Юсуф, бұл істі жасайтын бала-шағаң, құлдарың бар емес пе дейді. Сонда Ибн Сәләм: осы ісіме кедергі болар мекен деп нәпсімді сынағым келген деп жауап береді. Хасан Басри: мүмін өз нәпсісін басқарып, оны Алла үшін сұраққа алған кісі. Бұл дүниеде өзін сұраққа алатын кісілердің ақыреттегі сұрағы жеңіл болады. Нәпсісін сұраққа алмай өмір өткізетіндердің қиямет күні сұрағы да ауыр болады деген. Хасан Басри сөзін одан әрі жалғап, нәпсіні сұраққа алу туралы төмендегілерді айтады. Мүмін нәпсісіне ұнаған нәрсеге кенеттен ұшыраған кезде ішінен: Құдай куә, сен маған ұнап тұрсың, сен маған керексің, бірақ сенімен менің арамда тосқауыл бар деп айта алса, міне сол нәрсе нәпсіні сұраққа алу болып саналады. Әнәс ибн Малик былай деп айтады: бір күні Әзірет Омар үйден шығысымен мен де оның артынан шықтым. Ол бір бақшаға кіріп кетті. Арамызда дуал бар еді. Дуалдың артынан оның: уа хаттабұлы Омар, мүміндердің басшысы, не Алладан қорқасың, не азапқа ұшырайсың деді. Өзін өзі жазғырушы нәпсіге десер деген мағынадағы аят туралы Хасан Басри былай деген: мүмін пенде сол сөзді неге айттым екен, сол тамақты неге жедім, сол ішімдікті неге іштім екен деп әрдайым өзін кінәлап тұрады. Ал енді күнәһар кісі өзін сынға алмай өмірін өткізеді. Ахнаф ибн Қайыстың достарының бірі баяндайды: онымен бірге жүріп, түнгі намаздарының көпшілігінде дұға қылғанына куә болдым. Сондай-ақ ол шырақтың жанына келіп саусағын күйгенге шейін отқа тосып, содан соң өзінен өзі: ей Ахнаф, пәленше күні пәлендей күнәні, түгенше күні түгендей күнәні неге жасадың деді. Көр нәпсінің проблемалары. Алла бір пендесіне жақсылық қаласа, оған өз кемшілігін көре алатындай көрегендік нәсіп қылады. Кім көреген болса, кемшіліктері өзіне көрінбей қалмайды. Пенде өз кемшіліктерін білсе, оны жоя алады. Бірақ адамдардың көпшілігі өз кемшіліктері мен айыптарын көрмейді. Кейде өзінің басындағы түйені көрмей, біреудің басындағы шөпті көреді. Кім өзінің кемшіліктерін көргісі келсе, бұның 4 жолы бар. Бірінші жолы: нәпсінің кемшіліктерін көрген және құпия зияндарды жақсы білетін біреуді пір тұтып,
нәпсімен күресуде пірдің нұсқауларын орындау. Бұл жол муридтің шейхімен, шәкірттің ұстазымен болған байланысын көрсетеді. Бұл жолда ұстаз кісіге кемшіліктерін білдіріп, оны жоюдың шараларын көрсетеді. Қазіргі заманда мұндайлар өте аз қалды. Екінші жолы тақуа, көсем, діндар кісімен дос болу. Мұндай дос оның іс-әрекеттерін бақылап тұрсын, теріс ісін көрсе оны ескертсін. Көне заманда дін және мемлекет қызметкерлері солай жасады. Әзірет Омар радиаллаху анху: менің кемшіліктерімді көрсетіп тұрған кісіге Алла жақсылығын берсін деген. Көбінше ол Салман Фарисиден өз кемшіліктерін сұрады. Бір күні Салман келгенде, сенің ойыңша менің қандай кемшіліктерім бар деп сұрады. Салман Фариси Әзірет Омардан кешірім сұрауменен: естуімше дастарханыңа екі түрлі тамақ қойдырады екенсің. Бірі күндіз, бірі түнде киетін екі шалбарың бар екен деп жауап берді. Әзірет Омар: бұлардан басқа ше деп сұрады. Салман радиаллаху анху: жоқ дегенде ол: сол екеу маған жетерлік деді. Әзірет Омар да Хузайфадан радиаллаху анху жиі кемшіліктерін сұрап тұрды. Бір күні одан: сен мүнафықтар туралы мәселеде Алла елшісінің сырласы едің, менде мүнафықтың белгілері бар ма деп сұрады. Омар радиаллаху анху қадірлі, мәртебелі кісі болғанына қарамай, өз нәпсісінен осыншама күмәнданып тұрды. Адам қаншалықты ақылды және дәрежесі биік болса, тәкаппарлық жағынан соншалықты кішік болады. Ол өз нәпсісінен әрдайым күмәнданып тұрады. Бірақ шынын айтқанда, мұндай қасиеттер жоғалып бара жатыр. Ондай адамдар өте сирек кездеседі. Дос жар, туған туыстардың арасында жамандық жасамағандар, біреудің кемшіліктерін жаймағандар, көре алмастық қылмағандар өте азайып бара жатыр. Міне сондай себептерден Дәуд Таи елден аулақтап тұрды. Одан: неге елге араласпайсың деп сұрағанда: менің кемшіліктерімді айтпайтын кісілерге араласып не қылам? Діндар адамдар үшін ең сүйікті нәрсе басқалардың ескертуімен өз кемшілік айыптарын білу деп жауап берген. Өткен ұлы тұлғаларымыз сондай болды. Біздің заманымызда болса керісінше болып қалды. Жағдайымыз өте аянышты. Адамдардың ең жаманы бізге насихат айтып, кемшіліктерімізді шұқылаушы болып қалды. Бұл иманымыздың әлсіздігінің белгісі. Үшінші жолы нәпсінің кемшіліктерін, айыптарын дұшпандардың аузынан есту. Өйткені саған ашуланған кісі кемшіліктеріңді көреді. Кісі айыбын ашқан дұшпанынан пайдаланғандай қошемет көрсетіп, көз алдында оны мақтаған және кемшіліктерін жасырған досынан пайдалана алмайды. Шынында адам табиғаты дұшпанын өтірікшіге шығарып, оның айтқандарын дұшпандыққа жориды. Бірақ көреген кісі дұшпанын өзі туралы айтқан сынынан пайдаланудан қашпайды. Өйткені оның айыбы және кемшіліктері дұшпанның аузында болады. Төртінші жолы елге көбірек араласып, халық арасында бейя деп саналған іс-әрекеттер мен өзінің іс-әрекеттерін салыстыру. Өйткені мүміннің айнасы. Міне сондай жолмен басқалардың кемшіліктері арқылы өзінің кемшілік айыптарын көреді және адамның табиғаты нәпсісінің қалауларын қалап тұрғанын біледі. Егер басқа біреудің жаңылыс іс-әрекетін көрсе, өзіндегі осындай мінезді тастауы керек. Үгіт-насихат әсер ететін кісіге соның өзі-ақ жеткілікті. Әзірет Исадан алейхиссалам: сізді кім тәрбиеледі деп сұрағанда ол: мені ешкім тәрбиелеген жоқ. Пенденің пенделігін, ақымақтың әдепсіздігін кемшілік және айып ретінде көріп, пенделіктен және әдепсіздіктен қаштым деді. Құранда Алла араларындағы шынайы иман келтіргендердің, әсіресе өздеріне ілім берілген білімпаздардың дәрежесін еселеген үстіне еселей түседі деп айтқан. Аллаға алып баратын жол нәпсінің қалауларымен күресу екенін растап, бірақ оның себебін және сырларын біле алмаған пенде аятта айтылған иман келтіргендер тобына ғана кіреді. Ал енді нәпсісінің айла амалдарын жақсы білген кісілер аятта баяндалған ілім берілген адамдардың тобына кіреді. Алла екі топқа да пейішті уәде қылған. Құранда, хадисте және ғалымдардың сөздерінде сондай иман келтірудің зарулігі туралы дәлелдер сансыз. Алла тағала былай деген: кімде-кім күндердің күнінде Раббысының дәргейіне баратынын ойлап, шынымен қорыққан һәм нәпсісін әуейліктен тыйған болса, шүбәсіз оның ақыр соңында барып паналайтын жері жәннат болмақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: мүмін 5 нәрсенің шабуылына ұшырайды. Бірінші, мүміндер оған көре алмастық қылады. Екінші, мүнафиқ оны жек көреді. Үшінші, кәпір оның өміріне қол салады. Төртінші, шайтан азғыруға әрекет жасайды. Бесінші, нәпсі онымен тартысады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұшпанмен соғысып қайтып келе жатқан сахабаларға қарап: кіші жихадтан үлкен жихадқа қош келдіңдер деген. Сонда сахабалардан біреу: уа Расулалла, үлкен жихад деген не деп сұрады. Пайғамбарымыз:
нәпсімен күресу деп жауап берді. Тағы бір хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мүжахид Алла жолында нәпсімен күрескен кісі деген. Суфиян Саури: мен үшін басқа нәрселерімді емдеу нәпсімді емдегендей ауыр болмады. Өйткені ол кейде мені қолдаса, кейде маған қарсы шықты деген екен. Әбу Аббас Мусули өз нәпсісіне: ей көр нәпсім, не бұл дүниеде патшалардың балаларындай дәурен сүрмедің, не ақырет үшін Аллаға берілген пенделерімен оның жолында күреспедің. Мұндай жағдайда сен екеуміз тозақ пен пейіштің арасында қамалып қаламыз ғой, ұялмайсың ба ей нәпсім деген. Хасан Басри: нәпсіңді асау атты ауыздықтағаннан да бекем тізгінде деп айтқан. Әбу Яхия Уаррақ: кім нәпсіге бойұсынып, тән құмарлығын қандырған болса, жүрегіне өкініштің ағашын отырғызады деген. Ухайб ибн Уард: наннан артығы нәпсінің қалауы, бұл дүниеде нәпсінің қалауларына қызыққан кісі қор болуға дайындалсын деген. Жунайд нәпсі хақында: түнде көзім ілінбеген соң, орнымнан тұрып гүлімді иіскедім. Бірақ бұған дейінгі қош иісті сезбедім. Қайтып орныма келдім. Ұйқым қашып кетті. Орнымда отырдым, мазам қашты. Сөйтіп сыртқа шықтым. Жолдың үстінде ескі киіміне оранған бір адам отыр екен. Мені байқаған ол: ей Әбу Қасим, сені бір сағатқа бола ма деді. Мен оған: құрметтім, маған алдын ала ескертпей уақытымды аласың ба дедім. Ол: иә, мен Алладан сені мазалап, маған алып келуін мінәжат қылған едім деді. Мен: олай болса, сенің сұрағаның болды, мен сенің алдыңа келіп тұрмын, менен не қалағаның бар деп сұрадым. Ол: нәпсінің дерті қашан өзіне шипа болады деді. Мен: нәпсінің қалауына қарсы күрескенде, оның дерті өзіне шипа болады дедім. Әлгі адам өз нәпсісіне қарап: ей нәпсім, естіп ал, мен саған осымен 7-ші мәрте жауап бердім, сен тек Жунайдтан естігің келетінін айтқансың деді де бұрылып жоқ болды. Мен ол адамды танымадым деген хабарды айтады. Әзірет Али: пейішті қалаған адам бұл дүниеде нәпсісінің қалауларынан тыйылсын деді.